Барлықтарыңызға сәлем. Менің тұрмысқа шыққаныма жарты жылдан астам уақыт өтті. Менің жасым 19-та. Біз ата-енемізден бөлек шығамыз деп пәтерге бастапқы жарна жинап жатқан жас отбасымыз. Сондықтан да менің күйеуім 2 жұмыста жұмыс жасайды. Вахтовый методпен жұмыс жасауға кеткен. Қазір білесіздер, барлық Қазақстанда көп отбасы ер адамдары осындай вахтовый методпен жұмыс жасайды. Сөйтіп күйеуім кеткен кезде көбіне вахтада болады қазір. Ал енем түнгі дежурстволарға шығатын болды, акушерка болып жұмыс жасайды және санитарка болып жұмыс жасайды. Күйеуім жоқ кезде және енем жұмысқа кеткен кездерде де, кетпеген кездерде де менің басымнан бір осындай оқиға өтіп жатыр. Видеоны бастамас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетулеріңізді сұраймын. Менің оқырмандарымның, пациенттерімнің басынан өткен оқиға сіздерге сабақ болсын деген мақсатта жазылып жатқан, ашылған парақша. Сондықтан да өздеріңізге қажет заттарды астын сызып алуларыңызды сұраймын. Сондай бір күні ойымда ештеңе жоқ деп кейіпкер өз әңгімесін бастайды. Түнгі уақытта сағат 19 шамасында телефонымды шықып төсегімде жатқан болатынмын. Біздің күйеуіміз екеуміздің жатын бөлмемізде іштен құлыптайтын кілт жоқ. Ал есік болса қатты косяктарына бекітіліп тұрмайды. Сквозняк болса, сәл былай жел болса есігіміз ашылып кететінді. Сондай бір күндерде атам залда теледидар көріп отыратын, ал мен бөлмеде жаттым. Жатқанда ұйықтап жатқан жоқпын. Телефон шұқылап жаттым. Есік болса сәл-пәл аз-маз ашылып қалған екен. Менің үстімде халат, есік ашық. Сөйтіп менің қайнатам бар үйде, ол үлкен кісі. Бір қарасам шошып кеттім. Жаңағы кішкене ғана ашылып қалған есіктен менің қайнатам екі көзін шүңірейіп, маған кәдімгідей тесіліп, менің ұзын аяқтарыма тесіліп қарап тұр. Ойлаңызшы, үлкен кісі. Бізде есік құпталмайтынның кесірінен осындай ситуация орын алып отыр. Сол күні есік ашық, қайнатам менің аяғыма кәдімгідей қарап тұр. Сөйтіп мен қарап тұрғанымды көріп қалды да, маған жымиып қарап, шай жейік, кино көріп шай жейік та келін бала деді маған. Мен не айтарымды білмегеннен кейін тұрып атама шай беремін деп шештім. Сөйтіп бірақ ол кісі столдың басында да отырып, маған кәдімгідей көзін алмай, маған күліп қарап отырды. Кәдімгідей қызым, келінім ретінде емес. Енді біз айтамыз ғой, мен қайнатам болғаннан кейін ол кісіні әкемдей, атамдай көрем. Келін алғаннан кейін айтады да, келінді қызымдай көрем, келінімдей емес, баламдай көрем дейді да. Бұл жерде кәдімгі ситуация басқаша. Сөйтіп мен қатты ұялып кеттім. Мен ол кісіні атамдай үлкен кісі деп сыйлап, ақсақалды ата деп сыйлап жүргеннен кейін қатты ұялып, не істерімді білмедім. Сөйтіп столдың басында отырғанда күйеуім звондап қалды, бір жақсысы. Сөйтіп столдың басынан тұрып кеттім да. Содан кейін түні мен әйтеуір күйеуіммен сөйлесіп шықтым. Одан кейін тағы бір ситуация орын алды. Ол кезде енем дежурствода емес, бір қызығы, енем үйде болатын. И бізде мен душқа кіріп кеткем. Үйде енем бар, адам үйде теледидар көріп отырған. Сөйтіп мен айттым, мен душқа түсем, ренжімесеңіздер, сіздер түспейсіздер ма дедім. Себебі бізде тағы бір замокпен проблема, ол ванныйда. Бізде ванныйдың ішкі есігі қарысып, жаңағыдай ашылмай қала берді кейде. Зарекаться етіп қалады дей ма? Зарекаться етіп қалады. Сондықтан бізде сырттан тағы да бір құлып жасап болғанбыз. Егер жаңағы сырттан екеуі бір адам екеуін контролировать ете алатын қылып. Сөйтіп мен жаңағы запасной енді ашатын кілт бар. Сол душқа түсіп жаттым. Сөйтіп душтың есігін ашылып жатқан сездім. Бірақ мен уже душевой кабинаның ішінде тұрмын, ойлаңыздаршы. Менің үстімде бір жапырақ киім жоқ. И жаңағы душевойдың есігі, жаңағы душтың бөлмесінің есігі ашылды, шық деп. Сөйтіп қарап қалсам, атам кіріп келе жатыр ғой. Ой, сен душқа түсіп жатсың ба? Кәдімгідей деп маған қарашы, что қайта кабинканың ішінде менің ванной полотенцем ілініп тұрды. Мен соны алып үстімді бірден жаптым. Ата, ұялмайсыз ба? Не болды десем, үндемей маған тағы да күліп қарап тұр. Сол өткенде менімен бірге шай ішіп отқандағы ыржалаң тұр, сол ыржалаң тұр. Хотя атам пенсиядағы жасы 64-те. Денемен маған қарап, күліп тұрды, мен денеме қарап. А менде истерика, менде паника, мен прям
сақау болып қалған сияқты болып тұрмын да. Мен енді атам маған осындай көзқараспен қарап тұрғаны мен үшін бір ішімде бір түрлі обида болып тұрды сол кісіге де. Сөйтіп маған айтты, сен душта екендігін білген жоқпын, мен бір затымды ұмытып кетіп едім дейді. Маған әлі тесіліп қарап тұрды ғой сол күйінде. Менің шешіп кеткен ішкі киіміме қарап, кәдімгідей бәріне қарап тұр. Ана ұмытып кеткен затын алуға асығып тұрған менің қайынатам жоқ ана жерде. Сөйтіп әйтеуір дегенде шығып кетті. Шықсам, енем дүкеннен келіп жатыр екен. Енді білмей қалған ғой, атам енді әдейі кіріп тұр деген тұжырымға келдім осыдан кейін. Сөйтіп атам әрең шықты, бірақ мен оны күйеуіме айтуға ұялып жүрмін. Не ойлайды мен оны күйеуіме айтсам? Мен үшін берекелі отбасының шырқы кете ма? Ел не дейді, жұрт не дейді, осы келін болып түскелі отбасы осы келін болып түскеннен кейін ойран болды деп айта ма деп кәдімгідей қорқып жүрмін. Жарайды, бұл енді мүмкін шынымен де мен өзім кінәлі шығармын, дұрыс ескертпеген болармын, ваннаға түсейін деп жатқан атам мүмкін естімей қалған шығар үлкен кісі болғаннан кейін. Жаңағы бөлмеде халатпен жатқан кезде аяқтарыма қарағаны ол есікті дұрыс жаппағанымның кесірінен, өзімді бұтыма ештеңе кимегеннің кесірінен шығар деп өзімді кінәладым тағы да. Сөйтіп ол ма бір күні түнде мен кәдімгі жеңіл киініп жататын едім, себебі енді қасымда күйеуім жоқ, бөлмемде ешкім мені көрмейді. Сөйтіп жаздың ыстық күні болғаннан кейін мен кәдімгі жұқа ұйықтайтын киім киіп жатқанмын. Ұйқымнан оянсам, менің үстімде жаңағы ұйықтайтын киімім жоқ. Төсектің арғы шетінде жатыр. Енді бұл жерде не ойлаймын, ал айтыңызшы? Не ойлаймын? Бірақ менің үстімде барлығы тап-таза, ештеңе жоқ, ешқандай ешқандай біреудің киімі, ештеңе жоқ. Ойладым, мүмкін мен ыстықтап түнде шешіп тастаған болармын дедім. Бірақ менде ондай әдет болмаған. Жарайды, ешкімнен көрген жоқпын, ешкімді кінәлаған жоқпын, себебі өзімнен шығар дедім. Келесі күні енем дежурствоға кететін болды. Енем түнгісімен ауысымға кететін болды. Сөйтіп түнде тағы да ұйықтадым. Менің ұйқым өте қатты, біреу сенсе, біреу сенбес. Мені біреу трактормен басып кетсе де, менің будильнигім 100 рет ойнаса да оянбайтын адаммын. Ондай адамдар өмірде бар, неге десеңіздер. Сөйтіп келесі күні менің үстімде жаңағы 2 иығымдағы лямкам төмен түсіріліп тұр, бірақ астыңғы жағым барлығы орнында. Сөйтіп келесі күні мен енем уже дежурстводан келді, енем үйде. Түнде ұйықтап жатсам, менің санымнан ыстық қолдармен біреу ұстап алды. Менің бөлмем болса тас қараңғы, есігі менді құлыпталмайтын болса да білесіздер. Күн түсіп тұрған жоқ, жаңағыдай свет, ештеңе жоқ. Бізде ауыл болғаннан кейін менің терезем, біз күйеуіміз екеуміздің бөлмеміз кәдімгі артқы жақта орналасқанда, кәдімгі қораға қарайтын бетте, ауылдың шетінде тұрамыз. Біз ешқандай свет, ештеңе жоқ. Бөлмем кәдімгідей тас қараңғы дегенде де тас қараңғы. Сөйтсем, қолымды кәдімгі бұл кім деген секілді бүйтсем, біреудің сақалына тиіп кетті. Сөйтіп атам не ожидал менің ояу жатқанымды. Сөйтсем, атам 3-ші күн қатарынан маған келіп жүр екен. Мен енді білмеймін, екеуміздің арамызда жыныстық қатынас болды ма, болған жоқ па? Енді мен әрине сөгерсіздер, адам осынша өліп талып ұйықтауға бола ма деп. Мен солай ұйықтаймын. Білмеймін соңғы кезде не болғанын маған, солай өте қатты ұйықтайтын болып жүрмін. Әлде атам менің суыма бірдеңе қосып жүр ма? Оны білмедім. Енді бұл ситуацияны мен ата-енеме, енем мен күйеуіме қалай түсіндіремді білмеймін. Егер мен атама үндемей жүре берсем, енді бізде шынымен де ашық түрде барлық оқиға кәдімгідей өршіп кетейін деп тұр, деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Сіздер қандай кейіпкерге ақыл кеңес айтасыздар? Енді жаңа кейіпкер айтады, төркінге барайын десем, күйеуім жібермейді, жылына 1 рет қана барасын деп айтады деп. Ақыл кеңестеріңіз болса, кейіпкерге комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Өсіп келе жатқан жас өскелең ұрпақ осы жұрттың жасаған қателігін тыңдау арқылы сабақ алсын деген мақсатта ашылған арна. Сәлем болған, өмірден алынған арнасы. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.